Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін өте жұмсақ болып шығатын сосиска тестоның рецептімен бөлісемін. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, достарыңызбенен бөлісіп, WhatsApp арқылы отырсаңыздар болады. Ал ендеше кеттік. Ең алдыменен таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, және де 2 ас қасық қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды, және де ерітілген сары майды, аштыққаны, 1 шай қасық аштықымызды, және де 1 жұмыртқамызды салып, бенчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де ұн илеуіштен өткізіп, ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қамыр илеу үшін жұмсақ қамыр болу керек. Бұл жерде май қосылғандықтан жұмсақ болады. 1 бөлігін ұн илеуішпен өткізіп, бенчикпен араластырып, 2 бөлігінді қосып, жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде қойып қоятын боламыз. Көтеріліп, қамырымыз ашу қажет. 1 сағаттан соң осылай қамырымыз ашиды. Ашқан қамырды алып, қолға жабыспайды. Құрамында май болғандықтан қолымызға жабыспай жасай берсеңіздер болады. Майда бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде менде 10 бөлік шұжық жасауға 10 бөлік шықты. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар 13 штук сосиска тесто шығатын болады. Барлығын дөңгелетіп қойып, шетінен осылай жайып алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астыңғы описание бөліміне өтіп, қанша граммнан екенін көрсеңіз болады. Ортасына сосискасын қойып, осылай шетінен кесіп шығатын боламыз. Бір-біріне біріктіру арқылы өріп алатын боламыз. Осылай барлығында екінші түрінде асықпай көрсетіп аламыз. Видеода анықтап қарасаңыздар, асықпай көрсетіп жатырмын, қалай жасалу керегін. Осылай бір-біріне біріктіріп, каналымда түрлі рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Тағамдардың, салаттардың, банкалардың рецепттерін пайдалы кеңесіңізге жарайтын, қажетіңізге жарайтын рецепттерді қарап жасай берсеңіздер болады. Барлығын осылай өріп алып, үстіне жұмыртқа жағып, күнжітті сеуіп, духовкаға пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Пісіп шықты бізде. Менімен бірге соңына дейін қарап, көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.